Сәлем достар, баршаларыңызға бүгін сіздерге 2024-тің екінші полугодиясындағы 910 формадағы декларацияны қалай тапсыратынымызды көрсететін боламын. Осы қаңтар айынан бастап 2024-тің екінші полугодиясын, яғни жарты жылдығын тапсыратын боламыз. Бұл видео сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Алдын ала сіздерге үлкен рахмет. Енді кабинет налогоплательщика базасына кіріп аласыздар. Осы жерде лицевой счет дегенге кіресіздер. Бұл жерде сіздер өздеріңіздің ипларыңызға салған ақшаларыңыз тұрады. Міне осылай сіздерге лицевой счетта шығып тұрады. Барлық сіздердің салған ақшаларыңыз, налогтарыңыз, социалка, пенсионка, ОПВР, медстраховка барлығы осы жерде шығып тұрады. Сосын лицевой счетта бір тексеріп аласыздар, ақшаларыңыздың барлығы түскен. Енді сервисы деген жерге барасыздар да, регистрационный данныйға кіріп, өздеріңіздің бұл жерде ИП-ның адресі және өзіңіздің по месту жительства неңіз керек. Пропискаңыз қай жақта, ИП-ның пропискасы қай жақта, сол жақтағылардың УГУ номерлері қажет болады. Одан кейін настройки бөлімдегі настройки список форм дегенді басасыздар. Осы жерде 2024-ті таңдайсыздар. Осы жерде 910 формадағы міне упрощенный декларация дегенді таңдайсыздар. 910 формадағы отчетты таңдайсыздар. Осылай сіздерге басты бет шығады. Бұл бірінші страница. Енді бірінші страницада біз қай полугодияны тапсырып жатсыздар, соны жазасыздар. Қазір бізде 2024-тің екінші полугодиясы. Сондықтан полугодия деген жерге 2 дегенді басасыздар. Сосын Б пунктын таңдайсыздар. Егер де сіздердің отчеттарыңыз бірінші рет тапсырылып жатса, первоначальная таңдайсыз. Егер де екінші немесе одан кейінгі отчеттар болып жатса, очередная дегенді таңдайсыздар. Одан кейін резидент Республика Казахстан дегенді таңдайсыздар. Астына қарай түскен кезде доход деген жерге сізде осы жарты жылдықта қанша доход болды соны жазасыздар. Жарты жылдық июль мен декабрь айындағы аралықтағы доходтарыңызды осы жерге жазасыздар. Жазғаннан кейін сіздерге ИПН налог, соцналог қанша теңге төлейтіні осы жерде шығып тұрады. Біз қазір мына жерге доходты жазайық, жарты жылда болған. Міне астында соцналог және ИПН налог 29.750 теңге деп шығып тұр. Енді сіздер төлеген төлемдеріңізді осы жаққа көрсеткеннен кейін отчетқа соцналог деген кетеді. Егер де сіздердің төлеген айларыңыздан көп сумма болып кетсе, егер де соцналог төлейсіздер. Қазір біз төлеген суммаларымызды осы жерге жазайық. Бұл жерде сіздер нелеріңізді жазасыздар, 1 айлық доходтарыңызды жазасыздар. 1 айлық доход, егер де максималкамен төлеген болсаңыздар, ең жоғары суммамен төлесеңіздер, ИП-ға салсаңыздар ИП төлемдерін. Осы жерге бізде ең жоғары айлық көрсеткіш 1 айда 595.000 теңге деп осы жерге жазасыздар. Сіздердің өздеріңіздің салған социальный отчисленияларыңызге байланысты осы жерге жазасыздар. Бізде ең жоғары сумма болғандықтан, максималкамен салғандықтан осы жерге біз 1 айлық доходты 595.000 теңге қылып көрсетеміз. Бұл июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь осы 6 айды осы жерге көрсетіп тұр. Сіз июль айына салдыңыз, бірінші ай дегенге жазасыз. Август айына салдыңыз, екінші ай дегенге жазасыз. Үшінші айға уже сентябрь жаза бересіз. Осылай өздеріңіздің салған айларыңызды осы жерге көрсетсеңіздер болады. Міне сіздер 1 айлық доходтарыңызды жазғаннан кейін екінші страницаға барған кезде сіздерге осы жерге 20.825 теңге қылып социальный отчисление салғандарыңыз көрсетіліп тұрады. Енді келесіде пенсионканы сіз қанша теңге салдыңыз, соған қарап 1 айлық доходыңызды жазасыз. Пенсионкаңызға қарай осы жерге сіз қанша теңге салдыңыз, соны жазасыздар. Ең максималды түрі 661.111 теңге. Бұл жерде максималкамен көрсетіп жатырмыз. Сіздер пенсионкаларыңызды 66.111 теңге қылып салған. Сондықтан бұл жерге біз 1 айлық табысты осылай көрсетеміз. Одан кейін ОПВРді салғандарыңызды көрсетесіздер. ОПВР максималка салған кезде 9.917 теңге салынған. Осы жерге төлеген төлемдеріңізді жазасыздар. ОПВРден кейін медстраховканы жазасыздар. Ана жанында тұрған плюсті бассаңыздар, сіздерге осылай 5.950 теңге шығарып береді. Одан кейін сіздер екінші страницаны осылай толтырып болғаннан кейін 4-ші страницаға барасыздар. 4-ші страницада
сіздер налогтарыңызды көрсетесіздер осы жерге. Бұл 27-ші разделді басасыздар. Ана жерде 3 точка тұрады ғой, соны басасыздар. Сол жерде сіздер өздеріңіздің УГД номерлеріңізді жазасыздар. Міне осылай. УГД номерлеріңізді жаңағы регистрационный данныдан көресіздер. Сервисы деген жерде регистрационный данный болады. Сол жерде ИП-ның адресі қайда, налогтарыңызды қайда салдыңыздар, осы жерге жазасыздар. Міне осыны жазып болған соң выбирать деген таңдайсыздар. Одан кейін кодорын государственных доход по месту нахождения ИП деген ИП-ның адресін жазасыздар. Жаңағы регистрационный данныдан осыны көріп жазасыздар. Регистрационный данныдағы дата бүгінгі датамен обновление болу керек. Сосын барып сіздер осыны жазасыздар. УГД номерлеріңізді. Барлығын жазып болғаннан кейін жоғарыға барып проверить заполнение дегенді басасыздар. Міне ошибка жоқ, окейді таңдайсыздар. Отправить в ОГД дегенді таңдайсыздар. Міне 2024-тің екінші полугодиясы 910 формадағы очередная форма отчет. Окейді таңдайсыздар. Выбрать файл деп ECP-мен қол қойып, паролярыңызды жазып, жібере бересіздер. Осылай 2024-тің екінші полугодиясын тапсырсаңыздар болады. Отчеттарыңыз қабылданды ма, ол журнал форумда разнесена болып тұрады. Сол кезде қабылданған болып саналады. 2024-тің екінші полугодиясында 910 формадағы декларацияны тапсыруға көмектесемін. Маған төменде номерімді қалдырып кетемін, хабарлассаңыздар болады.